Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бізде математика сабағы. Сабағымыздың тақырыбы диаграмма және пиктограмма құру. Бүгінгі сабақта пиктограмма құруды және оларды оқуды үйренесің. Диаграмма құруды білесің және оны оқи алатын боласың. Балалар, еске түсірейік, диаграмма дегеніміз не? Пиктограмма дегеніміз не? Диаграмма бұл тік төртбұрыштардан немесе шаршыдан тұратын суреттер. Пиктограмма затты белгілеу үшін қолданатын сурет не таңба. Ендеше есеп шығарып көрейік. Сыныпта 4 оқушыда планшет, 3 оқушыда фотоаппарат бар, ал 5 оқушыда ноутбук бар. Осы алынған мәліметтерден пиктограмма және диаграмма құрастыр. Оқушылар, сыныпта неше оқушыда планшет бар? Әрине, 4 оқушыда планшет бар. Неше оқушыда фотоаппарат бар? Дұрыс айтасыңдар. 3 оқушыда фотоаппарат бар. Ал неше оқушыда ноутбук бар еді? 5 оқушыда ноутбук бар. Кәне балалар, осы берілген мәліметтер бойынша диаграмма құрастырайық. Жарайсыңдар. Құрастырған диаграммаға назар аударайық. Планшет 4, оны сары төртбұрышпен белгілейміз. Фотоаппарат 3, оны қызыл төртбұрышпен белгілейміз. Ал ноутбук 5, оны көк төртбұрышпен белгілейміз. Жарайсыңдар балалар. Демек біз диаграмма құрдық. Диаграмма құру бұл мәліметтер кескінін тік төртбұрыштар немесе тік төртбұрышты бағандарда тігінен бейнелеп көрсету. Балалар, сендер білесіңдер ме? Британ ойшылы, философ, математик Джордж Вен 1881 жылы кейбір қатынастардың арасындағы байланысты көрнекі бейнелейтін диаграмма ойлап тапты. Пиктограмманы адамдар жазу болмаған кезде қолданған. Олар қазіргі заманда жол белгілерін, картадағы шартты белгілерде, ауа райының шартты белгілерінде және тағы басқа жерлерде қолданылады. Ендеше балалар, есеп шығарып көрелік. Серікте 8 түрлі түсті қарындаш және 2 жай қарындаш бар. Ал Нұрәліде 7 түрлі түсті қарындаш және 1 жай қарындаш бар. Серік пиктограмма, ал Нұрәлі диаграмма құрды. Балалардың қайсы тапсырманы дұрыс орындады? Қарайық, балалар. Серікте неше түрлі түсті қарындаш бар еді? Санаймыз. Серікте неше жай қарындаш бар еді? Нұрәліде неше түрлі түсті қарындаш бар? Санаймыз. Неше жай қарындаш бар? Оқушылар, қандай қорытынды жасауға болады? Қалай ойлайсыңдар? Қай бала қате жіберді? Оны түзету үшін не істеу керек? Жарайсыңдар балалар. Серік пиктограмма салғанда қате жіберді. Ол тағы бір қарындаш салуды
ұмытып кетті. Демек, Серік пиктограммаға тағы бір қарындаш салу керек. Сендер Серіктің қатесін тапқандарыңа сенімдімін. Ендеше балалар, сергіп алайық. Ол үшін тізбекті аяқта ойынын ойнаймыз. Қане, кім есепке жүйрік? Ойланамыз, шапшаң есептейміз. Нәтижесін таптық па? Жарайсыңдар. Ендеше бірге тексерейік. Бірінші тізбектің нәтижесі 2. Екінші тізбектің нәтижесі 10. Үшінші тізбектің нәтижесі 0. Жарайсыңдар балалар. Енді дәптермен жұмыс жасаймыз. Поштада. Балалар, поштаға барып көрдіңдер ме? Онда нелер болады? Я, дұрыс. Поштада газет журналдармен қатар хаттар мен сәлемдемелер болады. Пиктограмманы оқы, бөлек қағазға диаграмма сал. Бізде хаттар берілген. Балалар, хаттар нешеу? Әрине, 9. Сәлемдемелер нешеу? 3. Демек, біз диаграмма құрамыз. Кәне бәріміз бірінші бағанға хаттарды бейнелейік. Бірге санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бірінші бағанды қалай атауға болады? Хаттар. Дұрыс айтасыңдар. Пиктограммада неше сәлемдеме бар еді? Оны екінші бағанға 4 бұрышпен бейнелейміз. 1, 2, 3. Екінші бағанды қалай атау керек? Сәлемдемелер. Оқушылар, қалай ойлайсыңдар? Хаттар кем бе? Әлде сәлемдемелер кем бе? Дұрыс айтасыңдар. Сәлемдемелер хаттарға қарағанда кем. Жарайсыңдар оқушылар. Сонымен, біз бүгін пиктограмма бойынша диаграмма құруды үйрендік. Диаграмма мен пиктограмманы ажырата алатын болдық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.